жасанды ұяларды көрсетеміз. Бұны енді біз өзіміз тәжірибе ретінде жасап көріп жатырмыз. Ертең бұны сазан және көксерке балықтарына қоятын боламыз. Биыл, яғни осы көктемде көксерке балығының уылдырық шашатын ересек дарақтарын түсіру жоспарымызда бар. Ұяны айта кетейін, ұяны біз шамамен мынандай темір тор сеткіден жасадық. Төрт жағынан 40-40 сантиметр квадрат қылып, ортасына мынандай шөпті нығыздап салдық. Негізінен көксеркелер осындай жасанды ұяларға жақсы уылдырық шашады. Және уылдырық шашқан кезде аталықтары уылдырықты қорғап қалып қояды. Уылдырықтан дернәсілдер жарып шыққанша қалып қояды. Осыны Құдай қаласа, ертең көктем шыққанда біздің уақытпен біздің Қызылорда облысы аумағында шамамен көктемнің наурыз айының басында бұлар дайын тұру керек, салыну керек. Яғни ақпан айының соңы, наурыз айының басында су температурасы 10 градустан асқан кезде бұл ұяларды суға салатын боламыз. Тоғанымызға бұл судың тереңдігі 1 метр, 1,5 метр тереңдікке салынады. Мына жағына, ең басына, мына жіптің басына қалқа байлаймыз. Поплывок. Мына соңына жүктеме байлаймыз. Кірпіш байлауға болады. Сонымен бұны судың түбіне жіберіп, судың түбінде жатады. Мына жіптен күнде көтеріп, баяу көтеріп тексеріп отыратын боламыз. Құдай қаласа, ертең көктем уақытында осының тәжірибе жүзінде арнайы видеоролик дайындап түсіретін боламыз. Біздің каналымызға жазылуды ұмытпаңыздар. Әлі талай тәжірибелер қойып, және оның нәтижелерімен сіздермен бөлісетін боламыз. Ал ағайын, қош сау болыңыздар.